Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайындағы тұшпаралар дайындаймыз. Ол үшін алдымен қамыр илеп аламыз. Ұнымызды салып, ыстық суға бір ас қасық сұйық майды құйып, араластырып, қамырға тұзымызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болып кетпеу керек. Иленген қамырымызды бетіне салфан жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін тағы бір мәрте иін қандырып илейміз. Иленген қамырды екіге бөліп алдым. Өзіме жұмыс істеуге оңай болу үшін. Енді пиязды көкөніс тазалағыштан ұсақтап турап аламыз. Енді қамырымызды алып, ұзыншалап домалақтаймыз. Өте жіңішке болу керек. Жіңішкелігі бас бармақтай ғана болу керек. Енді оны 1 сантиметрдей қылып көлемін кесіп аламыз. Кесілген бөліктерді домалақтап, ұн себілген тақтайдың үстіне жинаймыз. Бес-алтыдан кейін арасына жабысып қалмас үшін ұн сеуіп тұрсаңыз болады. Домалақшаларымыздың бетін орамалмен жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Енді шетінен жаймендеп алып, жая бастаймыз. Қамырымыз тым жұқа немесе тым қалың болып кетпеу керек. Туралған пияздың үстіне фаршты, тұзды және қара бұрышты салып араластырамыз. Алдын ала араластырып қойсақ, суы шығып кетеді. Сол үшін тұшпараны түйетін кезде ғана араластырамыз. Енді тұшпараны жинайтын тақтайшамыздың үстіне ұн сеуіп аламыз. Қамырымызға 1 шай қасық фарштан салып отырып, тұшпараны түйеміз көрсетілгендей қылып. Осылайша тұшпараларды түйіп, мұздатқышқа салып қатырып қойсақ та болады, немесе сорпасымен бірге түстікке берсек болады. Барлығыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, қолдау білдіріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.